Баршаңызға сәлем достар. Бүгін дәл осындай үй жағдайында өте тез дайындалатын алма қосылған печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен бөлме температурасындағы сары май қажет. Оны ыдысымызға салып алып, үстінен қантымызды салып, екеуі жақсылап араласқанша лопатканың көмегімен араластыратын боламын. Міне дәл осылай қантымыз бен сары майымыз жақсы араласу керек. Енді оның үстінен шым тұз және бір жұмыртқаны салып, тағы да араластыратын боламын. Қажетті заттардың мөлшерін төмендегі описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Мінекей жұмыртқамызды жақсы араласты. Енді бұл массамызды бір шетке қоямыз. Осындай алманы жуып тазалап үкіштен өткізіп алдым. Енді оны дайын тұрған массамызға барлығын қосып, жақсылап біркелкі масса шыққанша тағы да араластыратын боламын. Алманың орнына кез келген жеміс түрін қолдануға болады. Мысалға, алмұртты да дәл осылай үкіштен өткізіп қоссаңыздар, печеньеге ерекше дәм береді. Мінекей барлығы жақсы араласып біркелкі масса шықты. Енді оның үстінен електен өткізілген ұнның жартысын қосып, және де одан кейін бір шай қасықты толтырып қопсытқыш қосатын боламын. Қопсытқышты қосқаннан кейін лопатканың көмегімен бір араластырып аламын. Және одан кейін ұнның қалған бөлігінің барлығын салып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеп аламын. Мінекей печеньеміздің қамыры дайын болды. Дәл осындай жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр шығады. Енді бұл қамырды 10-15 минутқа бетін жауып тындырып қоятын боламыз. Қамыр тынғаннан кейін қолдың көмегімен дәл осылай шағын бөліктерге бөліп алып, дөңгелек пішінге келтіріп, печенье пісіретін табамызға барлығын салып шығамын. Егер де печенье кесетін формаңыз болса, бұл қамырды оқтаудың көмегімен жайып алып, қалаған пішінге келтіріп, кесіп алсаңыз да болады. Міне дәл осылай барлық қамырды дөңгелек пішінге келтіріп дайындап алдым. Енді оның үстінен шанышқының көмегімен дәл осылай басып шығамын. Барлығы дайын болғаннан кейін қызып тұрған пеште 15 минутта пісіріп аламын. Піскеннен кейін бетіне қант ұнтағын сеуіп әсемдеймін. Егер де осы видеом ұнаса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.